байқауымша соңғы кезде сіз актер болып кеттіңіз. Ол дінімізге қалай? Ол сіз жаңа рөлде ойнағаныңыз осы сіздерге қарсы тікелей қарсы өзі сондай бір дұшпандары жоқ па, құртама жүрген халықты итермелеп, сол әлеуметтік желі арқылы бүкіл халық қарсы шығып жатқан сияқты көрсететін өздері сондай бір топ бар ма? Қайыршы сияқты көріп жатыр да, мешіттің қызметкерлерін, сол видео түсіріп жатқан адамдарды бір сөз айтқанда бір бишара сияқты сондай көрсетіп жатқан жоқпыз ба? Сіз сұрау жөнінде болып жатыр ғой. Өзі құлшылыққа алуға болады ма? Мысалы мешіт соғу үшін не істеді олар? Негізі молданың қызметі қандай? Негізі өмірде ол не істеу керек? Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендері, Алаш ТВ-дің көрермендері. Бүгінгі подкаст ауқымды қазір халықтың аузына жүрген, кейбір адамдар түсінбей жүрген сұрақтарға жауап алатын боламыз. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Біздің сұраққа жауап беретін Түркістан облысы Мақтаарал ауданының Гүлстан ауылындағы Дада Қидыр мешітінің наиб имамы. Осы кісі біздің сұрақтарымызға жауап беретін болады. Сұрақты қоятын Бекзат Абдраман. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сұрақ былай ұстаз. Қазір таңдай әлеуметтік желі, интернетке кірсең, мешітке, медресеге ақша жинап жатқан видеороликтер өте көп. Адамдардың пікірі бәрі деп айта алмаймын, ішінде адамдар айтады. Бір қайыршы сияқты көріп жатыр да, мешіттің қызметкерлерін, сол видео түсіріп жатқан адамдарды бір сөз айтқанда бір бишара сияқты сондай көрсетіп жатқан жоқпыз ба? Біз де түсіріп жатырмыз қой енді. Енді адамдардың ойы, мен бәрін айтып тұрмын, ішінде сондай бір адамдар бар. Көйіп кетті осындайлар, бишара сияқты, дінде осындай бишара көрсетуге бола ма деген сияқты сондай адамдар әңгімелер болып жатыр да. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Түркістан облысы Мақтаарал ауданында Гүлстан ауылында 100 балалық қарилар медресесі салынып жатыр. Аллахтың разылығы үшін сіздерден көмек сұраймыз. Стандартқа сай заманауи түрде соғылып жатқан медресеміздің тезірек бітуіне атсалысыңыздар. Құрметті көрермендер, толық реквизит көрсетілген. Бұл медресенің жүргізушісі Абдурауф ұстаз, бәрімізге мәлім, шын есімі Кенжаев Расул. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ғани бауырымыз, Бекзат бауырым, Алла разы болсын сіздерге осы сұхбатты жүргізіп жатқандарыңызға. Алла Тағала бұл сұхбатымызды өзі қайырлы, берекелі, дүние ақыретімізге пайдалы болуды Алла нәсіп етсін. Яғни сіздің сұрағыңыз, сіз айттыңыз, яғни қазіргі таңда шын мәнінде біздің елде мешіт, медресе туралы видеороликтердің көбейгені, оның кейбір адамдардың нәпсіне тиіп, осына түсірмесе болмайды, түсірмесе де жақсы еді деген сияқты сондай бір адамдарда пікір жүргені, ол дұрыс сөз. Адамдарда сондай пікірді мен өзіме де айтқан адамдар бар. Сол адамдарға мысалы мен айтатыным, алхамдулилlah, сіздер дінді дағуаттаудың жолын істеп жатсыздар, иншаллах. Бұл сауап болады. Себебі Ибрахим алейхиссаламның қиссасы, Ибрахим алейхиссаламды яғни отқа тастайын деген кезде Ибрахим алейхиссаламға не деп айтты? Яғни Жибрил, Алла Тағала амр етті, яғни Жибрил алейхиссалам не деді? Яғни Алла Тағала отқа не қылды? От салқын бол және аманда бол деген кезде құстың аузынан суды алып келіп жатқан қиссасын бәріміз білеміз. Сонда құстан сұраған кезде, сен мына отты өшірмейді ғой деген сияқты мағынада айтқан кезде не деді? Менің қолымнан сол нәрсе келеді деп айтты. Яғни соңынан иншалла сіздер осы мешіт медреселер бітіп, сол жерде бір адам, бір араб үйренсе, ол сіз бен біздің дүние ақыреттік пайдамыз болады. Себебі мысал еліміз егемендік алмай тұрып, біздің елде мұндай мешіттер жоқ еді. Біздің елдің адамдардың иманның адамдар иман дәрежесі, намазға деген, құлшылыққа деген дәрежесі қандай еді? Өте төмен еді. Алхамдулилlah, сондай сіз сияқты бауырларымыз осындай видеороликтер түсіріп, адамдарды жақсылыққа шақырып, Алла Тағала Құранында аузу биллахи минаш шайтанир раджим фастабиқул хайрат, яғни не дейді Алла Тағала? Жақсылыққа шақырыңдар деп Алла Тағала бұйырып жатыр. Енді қазір техника дамыған заман, осы бір адамдарға мүмкін сол иншалла сізбен біздің айтқан сөзіміз жетіп баратын шығар. Бір жерлерде мешіт салатқандарды адамдар білмейтін шығар. Әртүрлі себептер болуы мүмкін да. Сондықтан
Бұл иншаллах ешқандай бір несі жоқ. Яғни ұят жері немесе бір дінімізді бір төмен көрсету ондай дәреже ондай емес ол. Себебі яғни пайғамбар алейхиссалату вассаламның заманында не істеген, мысалы мешітті жан-жақтан адамдар келіп жәрдем беріп малымен, жанымен, тіпті пайғамбар алейхиссалату вассаламның өзі сол жерде қызмет жасаған. Сондықтан әрбір Аллаға иман келтірген адамдар не істеу керек? Осы мешіттерге барынша қуану керек. Кейбір адамдар егерде мысалы осы видеороликті көріп, жүрегіне бір алхамдулилля Алла тағала бір хидаят беріп, мен де сол мешіттің тауын жауып берем, немесе мешіттің бір қышын алып берем деген сияқты бір сізбен біз себеп болатын болсақ, білесіз ол сауаптың несі қай жерде жатыр. Сондықтан иншалла бұл ешқандай шариғатқа да қайшы емес, ұят та емес. Себебі интернет желісіне егерде кіретін болсаңыз, небір Құдай сақтасын фахш кинолар, музыкалар, сондай бір жаман нәрселер көбейіп қалып жатыр да, неге адамдар соны айтпайды? Яғни сіздер алхамдулилля адамдарды жақсылыққа шақырып жатырсыздар. Алла тағала Құран-ы Керимде وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ менің берген дүниемді дейді Алла тағала, сол дүниені Алла тағала Аллахтың жолына жұмсаңыздар дейді. Енді алхамдулилля сіз себеп болмасаңыз, мен себеп болмасам, қоғам қай жерден біледі, халық қай жерден біледі, мына жерде медресе сауатқанын, мына жерде мешіт сауатқанын қай жерден біледі. Сондықтан иншалла сол мешіттер, сол медреселер бітіп, Құдай қаласа қарилар шықса, ғалымдар шықса, ойлаңыз, бір ғалымның сөзі бар да, бір елде қамақхананың көбеюі жақсы ма, немесе мешіт медресенің көбеюі жақсы ма дейді. Қараң, мысалы қамақханалар Құдай сақтасын адамдарды апарып, зұлымдық жасап, біреудің малын тартып алып, қамақханалар әрбір облыста, әрбір ауылда сондай көбейіп қалса, сол жақсы ма? Немесе әрбір мешіттерде адамдар білім алса, Раббысын таныса, еліне қызмет жасаса, яғни ешқандай мешіттерде үкіметке қарсы шық деген ондай біздің имамдардың ішінде жоқ, алхамдулилля. Бәріміздің ойымыз не? Тыныштық. Бәріміздің ойымыз ол пайғамбар алейхиссалату вассалам Худайбия деген не бар ғой тарихта. Сол сияқты тыныштық бола беретін болса, алхамдулилля өте көп нәрсеге жетеміз Құдай қаласа. Сондықтан сіз ешқандай адамдардың сөзіне мән бермеңіз. Сіз сауап ал, ниетіңіз Аллах үшін болатын болса, сіз иншалла сауап аласыз Құдай қаласа. Ішімдік ішетін кафелерден қарағанда мешіттің саны бәрібір аз ғой, негізі қанша салынғанмен. Қазақстанда есептейтін болсаң, бір ары кетсе бір 3000 бар мешіт бар шығар Қазақстан бойынша. 3200, ал кафелер одан да көп қой мысалы. Мысалы бір ауданда 10 мешіт болатын болса, ол мысалы 50-60 мысалы жаңағыдай кафе бар. Сіз айтқандай. Иә. Зиян жоқ. Салына берген зиян жоқ. Иә, иншалла албетте ойлаңыз, мысалы мен өзіміздің мына Абдуғани бауырымыз танысып өтті. Осы біздің Додо Хыдыр мешіті 2008 жылы ашылған еді біздің мешіт. Сол ашылған уақытқа дейін біздің ауылдағы тойлар ашығын айту керек, арақсыз өтпейтін еді. Бір үйде егерде арақ қоймаса, 99% тойлар арақсыз өтпейтін еді, музыкасы өтпейтін еді, енді шариғатқа сай өтпейтін еді. Қазір алхамдулилля осы мешітіміз ашылғаннан бері ауылда ұрыс керіс, төбелес, ұрлық, арақ ішу деген нәрселер алхамдулилля 99% тоқтап қалды. Яғни кейбір адамдар яғни Алладан емес, пендесінен ұялып, құдасынан ұялып, бір шайнекке не қоймаса, бұлайыншада алхамдулилля өзіміздің ауылды мысал келтіріп жатырмын. Мен басқа сондай ауылдарды білем. Мешіт ашылғанға дейін сол ауылдардың, адамдардың, қоғамның бір-біріне деген пікірі өте төмен еді. Сол ауылдарда мешіт ашылғаннан кейін адамдар бір-біріне барып келуі, бір-бірімен мейір көзмен қарауы алхамдулилля жақсы болып кетті. Сондықтан бұл мешіттердің ашылуы әлбетте халықтың пайдасы, адамдардың, яғни қоғамның ішінде, елдің ішінде не болады? Иманды, Алладан қорқатын, біреудің ақысын жемейтін, пара жемейтін сондай азаматтар болып жетеді иншалла. Ұстаз мысалы, пайғамбар алейхиссалам ислам дінін жаю бастағанда әлеуметтік жағдайын қалай көтерді олар? Байтул малды қалай жинады? Олар сұрады ма, жоқ өздері біліп әкелді ма? Сол жағы мысалы біз сұрау жөнінде болып жатыр ғой бұл жерде. Енді
әрбір заманның өзіне сай несі бар да, сол кездің өзінде де пайғамбар алейхиссалату вассалам тіпті сахабаларды, мысалы қазір желі ішінде бір нәрсе ютубқа салсаңыз, қалаған инстаграм салатын болсаңыз, жер бетінде бәрі адамдар көреді. Бұл жеңілдік, бұл да бір Алланың нығметі шығар иншалла. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи заманында не істейтін еді, сол адамдарға дінді дағуаттау үшін осындай мешіт медреселер, яғни ол кезде медресе деген нәрсе болмаған негізі. Бәрі адамдар біз мешіттің ішіне сабақ алған. Қазір алхамдулилля заман талабына сай енді медреселер салынып жатыр, медреселерден ғалымдар шығып жатыр. Сол кезде сахабаларын жіберетін еді. Яғни сахабалар барып дағуат жасайтын еді. Тіпті мынандай хадис бар ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи валлаху алам, Аннас ибн Малик радиаллаху анху Йемен қаласына жіберген кезде, пәленше сен сол қауымға барасың, бірінші ла илаха иллаллах Мұхаммад расулуллахты айтасың, одан кейін намаздың несін айтасың, одан кейін сол жерде яғни исламның 5 шартын айтасың. Егер де олар иман келтірмесе, алғашқы солармен соғысасың деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи. Сол сияқты ол уақытта не істеген екен? Осы дінді дағуаттау үшін, дінді адамдарға жеткізу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи сахабалар арқылы дінді жеткізген екен. Сұрау мәселесін айтады. Мысалы, олар жаңағыдай соғысқа бару үшін қаражат керек, ақша керек, тамақ керек, қару-жарақ керек. Олар қайтты деп адам ғой. Өздерінің жаңағы мысалы мешіт соғу үшін не істеді олар? Ол бәрі қолөнер сондай өздері істеген ғой. Яғни ол мысалы біз қазір сіздер сұрап жатсыздар ғой. Медресе бастадыңыз. Халыққа ақша көмектесіңдер. Сол кезде де қайшы емес па деп жатырмыз ғой. Жоқ, қайшы емес. Мен қазір Құраннан аяттар келтірдім. Тіпті пайғамбар Аллах тағала Құран-ы Керимде Тауба сүресінде келеді ғой. Иннама я'муру масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир. Яғни кімде Аллаға иман келтірген пенделер, яғни Алланың үйін кімдер тұрғызады дейді Алла тағала Тауба сүресінде. Ман амана биллахи вал яумил ахир. Аллаға және қияметке иман келтірген адамдар не қылады? Яғни Алланың үйін тұрғызады дейді. Сондықтан, яғни біздің міндетіміз, мысалы, ойлаңыз, бір ауылда қазір мешіт те жоқ, медресе де жоқ, сол жерде осындай діни сабақтар жүргізілмейді. Бірақ ол жерде не деген байлар бар. Алладан қорқса да, бірақ ондай, яғни шариғаттың үкімін білмейді. Иә. Мысалы, бізде қазір мүмкіндік жоқ қой, әрбір ауылға аралап. Мысалы, сондықтан біздің елімізде мешіттер көбейсе, иманды адамдар көбейеді. Имамдарымыз сол адамдарға дағуат жасайды иншалла. Сондықтан біздің қоғамға мешіт, медреселер алхамдулилля керек иншалла. Мынау қарапайымдылықтың өзі құлшылық дейді ғой негізі. Қарапайымдылықтың өзі құлшылық дейді. Біз мысалы түсіріп жатқан видеороликтеріміз бар, адамға тәрбиелік мәні бар видеоларға, асамдай. Осының өзі құлшылық деп алуға болады ма? Яғни қараңызда пайғамбар алейхиссалату вассаламда хадистерінде келеді ғой. Яғни Аллах тағала Құранда да көп сондай сол мағынада аятта келеді. Мысалы, сіз өткенде сіздің түсірген видеоролигіңіз, намаз оқу туралы мешітте түсірген видеоролигіңізді комментариясында бір оқығандай болдым. Немесе сондай бір адамдардан да естім. Я ондай кемшілік менде де бар екен, сол видеороликті көріп өзімді тұрладым деп жатыр. Яғни сол сияқты сіздердің шығарып жатқан видеороликтеріңіз алхамдулилля тәрбиеви жағынан да, яғни адамдарды кішкене бір ойландырып, мынандай істесек болатын екен ғой деген сияқты мағынада, яғни Құран, аят, хадис арқылы емес, кәдімгі қарапайым адамдардың түсінігіне, миысына жетіп баратын дәрежеде сіздер осындай түсіндіріп жатырсыздар. Бұл алхамдулилля керемет нәрсе. Ол сауап болады тағы да. Сіздер иншалла бір адам сол видеороликті көріп иманға келсе, басын саждаға қойса, құлшылық жасаса, білесіздер ме қанша сауап болады? Яғни пайғамбар алейхиссалату вассалам бір адамды құлшылық жасату үшін, бір адамды намазға келтіру үшін кім себеп болатын болса не дейді? Бүкіл дүниесін Алланың жолына садақа бергеннен afzal деп келеді. Бір риwayatта қызыл түйені Алланың жолына садақа бергендей деп келеді. Қай бірі болса да, мысалы, бір адам қызыл түйенің бағасы, сол уақытта қазіргі біз мініп атқан джиптің бағасы, бір джиптің бағасы $100,000 шығар, $200,000 шығар. Бір адамды, қалаған бір адамда, мысалы, жағдайы жоқ адамды $200,000 Алланың жолына беру қиын ғой, дұрыс па? Пайғамбар алейхиссалату вассалам не дейді? Яғни біздерге сауап алудың жолын жеңіл қойды. Сондықтан иншалла сіз осындай бір тәрбиелі, мағаналы, діни тәрбиеви сондай видеороликтерді шығарып, адамдарды жақсылыққа шақырсаңыздар,
бұл үлкен сауап болады иншалла. Молдаге, сіз де бір ауылдың имамсыз, молдасыз. Негізі молда деген қазір қоғамда негатив сөздер. Молдан жек көретін сияқты көп халық. Негізі молданың қызметі қандай? Негізі өмірде ол не істеу керек? Тек қана мешітте имам болып қана отыру керек пе, жоқ басқа да бір тірліктер істеу керек пе? Жалпы сол жайында бір айтып кетсеңіз. Сұрағыңыз өте орынды, өте керекті сұрақ. Біз үлгіні кімден аламыз? Үлгіні пайғамбар алейхиссалату вассаламнан аламыз. Алла тағала Құран-ы Кәрімде «Лақад кәне фи расулиллахи усватун хасана». Яғни усватун хасана кімдерден? Яғни пайғамбар алейхиссалату вассалам, ол кісінің сахабалары және табииндер дін жолын дағуаттап, шындықты ахли сүнна вал жамаат, яғни Құран сүннетті түсіндіріп өткен ғалым ғұламалардың өмірінен аламыз. Енді шын мәнінде молда деген нәрсе кісі, яғни қандай адам болу керек? Мен соларға оқсатып кеттім, бәрі есептеп өттім. Адамдардың түсінігі бойынша түсіндіріп өтейін. Имам деген кісі тек қана мешітте 5 уақыт намаз оқып беруі, немесе тек қана құдай тамаққа барып келуі деген нәрсе жоқ. Имам деген кісі, мысалы, пайғамбар алейхиссалату вассалам кім не істеді? Қоғаммен араласты. Мысалы, баймен де, кедеймен де, кедейдің жағдайын сұрады. Қарт адамдардың, сондай адамдарды не істеді? Барынша барып, көңілін сұрап. Яғни, қысқаша айтқан кезде имам кісі сондай істеу керек, адамдарды өзіне жек көретін дәрежеде ондай келтірмеу керек. Себебі не болу керек? Бірінші өзі амал болу керек. Ең үлкен нәрсе сода тұр. Яғни өзі амал етіп, барынша иншалла. Одан кейін дағуат жасаса сөзді қауымға өтеді. Одан кейін өзі де қауыммен араласу керек. Яғни қазіргі таңда шын мәнінде мысалы молдаларға тас атып жатқан адамдар да жоқ емес. Бірақ дін жолын жақсы алып барып жатқан имамдарымыз да жоқ емес. Алхамдулилля бар. Яғни Аллаға мадақ болсын, мысалы осы дінімізді бір ғалымның сөзі бар ғой, осы бір ұстаздың айтқан сөзі бар еді. Осы имамдарды пайғамбар алейхиссалату вассаламның сахабаларын оқсатам деп. Яғни себебі, мысалы біздің елде имамдарымыз бір айлық алмайды. Яғни бір табысы жоқ. Бірақ өткенде мысалы карантин кезінде де мысалы көрдік, мысалы имамдардың жақсылығын да айтып өту керек та. Яғни имамдарды жамандайтын адамдарға имамдардың жақсылығын айтып өту керек. Тіпті адамдар өзінің туысқаны өлген кезде оның жуына кіріп, коронавирус көріп қайтыс болған ба деген сияқты күдікте ешкім жумаған кезде кейбір имамдарымыз кіріп соларды жуды. Кейбір имамдарымыз, адамдар өзінің туысқанының жаназасына бармаған кезде сол имамдар барып жаназасын шығарды. Шынымен сондықтан бір имамдар деп, халық егерде имамдар деп айтуында ол дұрыс емес. Себебі сол адамның өзіне айту керек. Себебі бір имамдар деген кезде ол имамдардың ең үлкені пайғамбар алейхиссалату вассалам. Яғни пайғамбар алейхиссалату вассаламға сол ғалымдарға сөз тигізіп жатқан боламыз да. Сондықтан пайғамбар саллаллаху не дейді? Тіл біздің жәннатқа алып баратынында, жаһаннамға алып баратынында не ол? Ол біздің тіліміз екен. Сондықтан иншалла дін жолында қызмет жасап жүрген әрбір имам болып жүрген имам мешіт қызметкерлеріне мен айтатыным иншалла Алла Тағала сондай бір кеңшілік заман берді, барынша амал қылып, осы дінімізді таратып, осы Алла ва оның пайғамбары алейхиссалату вассалам қандай бұйырды, сондай өмір сүру иншалла Алла нәсіп етсін иншалла. Сонда молда деген мен түсінгенім, пайғамбар алейхиссалам істеген істің жалғастырушы. Әл-уламау варасатул амбия дейді пайғамбар саллаллаху. Яғни ғұламалар, яғни пайғамбар алейхиссалату вассаламның мұрагерлері. Яғни сондықтан ол имам деген кезде олардың ішінде имам Абу Ханифа кіріп кетеді. Қазір бір адам айтатын болса, имамдар десе, тіке имам Абу Ханифаны сөйлеп отқан болуы мүмкін. Имам Ахмадты сөйлеп қалуы мүмкін. Имам Шафині сөйлеп қалуы мүмкін. Имам деген кезде тек қана мен немесе басқа адам емес қой. Имамдар деген кезде адамдар кішкене тіліне абайлап сөйлеу керек. Мен ойлаймын да, ұстаз, қарапайым халықпыз, қарапайым халықтың арасында жүрген адамбыз да, көпшілікпен араласып. Осы сіздерге қарсы тікелей
қарсы өзі сондай бір дұшпандары жоқ па құртамай жүрген халықты итермелеп сол әлеуметтік желі арқылы как будто бүкіл халық қарсы шығып жатқан сияқты көрсететін өздері сондай бір топ бар ма? Мен сөйтіп ойлаймын мен негізі. Өйткені қарапайым халық молда десе бірден істеп жатқан мысалы дұрыс емесін тыйып жаңағы молданың алдында барынша жақсы көрінеді, үйіне кіріп әйтеуір қолына 5-10 теңгесін беріп дұғасын алып батасын алып құран оқытады. Әйтеуір қарапайым халық негізі сондай негізі. А сіздерге қарсы бір күш жұмыс істеп жатқан бір күш бар ма деп ойлаймын да. Енді ойым енді өзім. Сіздің ойыңыздың да мысалы қазір адамдардың ішінде біздің діни басқармаға да тас ататындар жоқ емес та. Бірақ альхамдулилля Аллаға есепсіз шүкір біздің діни басқарма мысалы қазір Наурызбай қажы Тағанұлы бастап жатқан муфти хазіретімізден бастап ғұламалар кеңесі, Сансызбай ұстаз, фатуа бөлімінде істеп жатқан қанша мысалы ғалымдарымыз бар. Есін Әміре бар ма, Арман Қуанышбаев бар ма? Олар дінді дағуат жасап қанша адамдарды яғни көзін ашып жатыр. Яғни адамдарды шындыққа не қылып жатыр. Қазір мына интернет жүйесі пышақ сияқты айтады да, ғұламалар айтады. Мына пышақты адам ол пышақты әртүрлі нәрсеге қолдануға болады да. Мына пышақты алып қалаған ет кесуге болады, нан кесуге болады да, бірақ сол пышақпен адам өлтіруге болады да. Сол сияқты мына интернет арқылы адамдар сондай бір адамдардың миысін улатқан сондай бір топтарды жоқ емес. Яғни адамдарды имамдардан алыстату үшін, адамдарға имамдарды жек көрсету үшін сондай бір топтарды бар ең. Енді біз мұна деп айтпасақ та, иншалла әрбір басында сана сезім бар адам өз біледі ол кімнің кім екенін. Ұстаз, соңғы сұрағымды қойып подкастымызды аяқтайық. Байқауымша соңғы кезде сіз актер болып кеттіңіз. Ол дінімізге қалай ол сіз жаңа рөлде ойнағаныңыз, бірақ осы молда имам болып ойнап жатсыз, ол қалай болды сол? Қысқа ғана нұсқа ғана айтып жіберсеңіз. Алла разы болсын. Сұхбатымыздың басында діннің таратудың жолын мен сізге айтып бердім. Бір адам дінді тарату үшін, дінді түсіндіру үшін бір мешітте түсіндіретін шығар. Ол мешіттің имамы өзінің қауымына, өзінің жамағатына айтады. Ары қарай, мысалы біздің ауылдағы мен айтқан уағызды басқа көрші ауылдың жамағаты естіпейді. Сол сияқты біздің де осы діннің жолын альхамдулилля осы адамдарға кішігірім бір жеткізіп, адамдар осыдан бір пайда алса, мақсатымыз Аллах үшін. Аллах разылығы үшін болмаған жұмыста ешқандай бір береке жоқ. Сіз ниетіңіз Алла үшін болмады ма, біліңіз сол жерде не болады. Яғни бүкіл істеген амалдарыңыз бір пәсте жоқ болып қалады. Сондықтан ниетімізді дұрыстап, иншалла дінді әртүрлі жолмен. Мысалы ғалым кісілер дінді немен дағуат жасайды? Кітап арқылы. Мысалы Алла рахмет етсін. Көзіміз көрген Шейх Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф, Аллаудин Мансур сияқты ғұламалар не істеді? Дінді кітаптар. Өзімізді көрген мен Абу Ханифа, басқа имам Ахмадтарды айтып жатқан жоқпын. Осы замандас ғұламалар дінді не істеді? Кітаптармен қалдырып кетті. Енді біз барынша иншалла осы дінімізді қай жолмен болса да адамдарға жеткізсек, иншалла нұрын ала нұр болады, иншалла нұр үстіне нұр болады. Мақсатымыз сол иншалла. Бір дұға қылып, бата қылып тұрайық, Құдай қаласа. Келесі подкаст күтіңіздер, тамаша сұрақтар дайындап қоямын. Сосын сіздерде сұрақтарыңыз болса комментарийға міндетті түрде қойыңыздар. Сол сұрақты осы подкастта қою арқылы жауабын бірге тыңдайтын боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.